Саламатсыздар ма, құрметтілерім, қалдарыңыз қалай? Алдарыңызда мен Олжан Бейсенбайқызы, ағылшын тілі пәні мұғалімі. Осы салада келе жатқаныма 11 жыл. Садикте, курста, мектептерде біраз жерде жұмыс жасадым. Қазіргі таңда қаншама кітаптар жазып, көрнекіліктер жасап, бүкіл Қазақстанда мен деген ұстаздардың барлығын қамтамасыз етіп келемін. Бірақ ата-аналарға арнап ештеңе жасамаппын, сондықтан да бұдан кейін ата-аналарға қызмет көрсетемін деп шешіп, алдарыңызда Smart Kids Box жасаған болатынмын. Енші соған байланысты ең алғашқы кітабымыз Smart Busy Book қалай қолданатынымыз туралы айта кетсем. Жалпы бізде балдар ағылшын тілі қиын деп барғысы келмейді, қатысқысы келмейді, сондықтан да мен оңай және жеңілдетіп жасадым. Соған сіздерде осындай алфавит түрінде сөздер шығады. Осылардың барлығын алып тастайсыздар. Және де осыған байланысты мен әндер жіберемін, соларды тыңдап, сосын соларды айту арқылы A is apple, apple деп жабыстырады. Әр өлең тыңдағанда осылай жабыстыра беру арқылы және де ұсақ моторикасы дамиды, сөздік қоры дамиды, көзбен көреді, құлақпен естиді. Жалпы жан-жақты бала дамиды екен. Сондықтан да алфавитті бізде қазіргі таңда транскрипция алынып тастағанда қолданылмайды, неге деген сұраққа былай жауап беремін. Ағылшын тілінде ережеге бағынып оқылатын сөздер кем. Сондықтан ережеге бағынатын сөздер көп. Сондықтан ағылшын тілін оқып үйрену дағдысы әр сөзді жаттау арқылы екен. Сондықтан да біз әр сөзді жаттау арқылы сөздік қорды дамытамыз. Ағылшын тілін оңай деп сезінетін бала алдағы уақытта өте жақсы дамитын болады. Енді бұл жалпы бұны өстіп жабыстырып, әндетіп, өлеңдермен жаттайтын болса, келесі тапсырмаларды қалай орындау керек екенін мен әр тақырыпқа тоқталып жазып қоятын боламын астына. Бәріңіз қарап шығыңыздар. Әр тақырып өте оқушыларға қызықты. Әр оқушы сабақ барысында тек қана жабыстырып, алып қана қоймай, сол тақырыпқа арналған түрлі тапсырмаларды орындайды. Және де QR-кодтармен тапсырмалар артына қойып қойған. Сол QR-лармен тапсырмаларды орындайтын болады. Бұл ең қатты ұнайтыны, бұл маған мысал үшін менде көп оқушылар, мысал үшін оқу орталығым бар, қазір оқу орталығында видео түсіріп жатырмын. Сол жерде келетін оқушылар, бастауыш сынып оқушылары әсіресе қатты қиналады. Оқудан да емес, оларда мынандай түсінік қалыптасқан, ағылшын тілі қиын, қорқады. Оқығанда да, басқарғанда да қорқады. Сол қорқынышын жеңу үшін мынау кітаптар өте қатты көмектеседі. Сондықтан сенім білдіргеніңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта төменде